жақсы, енді үй жұмысын тексерек. Кешегі үй жұмысының берілген тапсырма Әділ Өтеұлының «Қар өлеңі» әні. Соны бір тексеріп қарайық. Салқамдықтың ойай көбергенмен жарытылып жаңғалтадан ой боп бөліп берген құрбыдан сөйтіп жүрген ойай ой дүние-ай не көргенмін ой дүние-ау не көргенмін ай жігітке айт дегендің аял болар май ойныңда жүйрік аттың ойай жал болар май өлеңді мұнда айтпасаң ой бол қайда айтайын шамшырақ бір күн жанған ойай ой дүние-ай бір күн сөнер ой дүние-ау бір күн сөнер ай жалпы енді әннің құрылысы шығып тұр, бірақ кейбір қалыстар, нюанстар дұрыстау керек. Мысалы бастапқы кіріспеге кіріскен кезде мысалы түйем бай ойпаң желген ай шөгіргенмен соңынан салқамдықтың ойай көбергенмен мына жерлерді асықпай сосын қайырымына нақты түсу керек. Ой дүние-ай не көргенмен ой дүние-ай не көргенмен ай. Жақсы, енді жаңа тақырыпқа көшейік. Бүгінгі тақырып жаңа айтқандай Досат Баймембетұлы «Дос мойын» дейтін ән. Жалпы енді Жетіқайқының шығу тарихы кешегі 1800 жылдардың орта шебі аяқ жағында жатыр ғой. Енді осы қазаққа белгілі жетіқайқыларымыз Жылгелді Теңізбайұлы, Өскінбай атамыз, Шолтаман, Тастемір, Әділ Тұрсын және де Досат атамыздың жетіқайқы болып, сал-серілер болып таралады. Жалпы енді адайда көп сал-серілер болған, көп әншілер болған, сазгерлер. Бірақ енді өз заманына сай келіп, осы жетіқайқы атағын алған осы әнші аталарымыз. Соның ішінде мына Досат дейтін Баймембетұлы бізге жеткен 3-4 әні бар санаулы. Ол Досаттың әні және Арғама дейтін әні бар. Сосын осы Бос мойын әндері. Жалпы Досат атамыз осы Жеміс Ағыз Маңғыстау бойын мекендеп біраз жиын тойларға қатысып, осы халықтың аузында, құлағында қалып әндер бізге дейін жеткен осы әндер. Жалпы Бос мойын дейтін әні жалпы құрылысын аңғарсақ қар өлең типтес орта регистрде айтылатын ән. Қатты үлкен диапазонды да қажет етпейді, бірақ регистрі орташа дауыспен айтылады. Қазір бір орындап берейін.
Патшайым белден салғанау құс төсек бар жатып жатады-ай қандай жігіт ау сол қойынған-ай көк жарға бір барғаннан-ау ай жатармыз самаурын саздың суын-ау қайнатармыз-ай осыдан аман есен-ай елге жетсем көздерім бос мойынның-ау шайнатармын-ай оу шайнатармын-ай деген ән. Жалпы енді бізге дейін жеткізген орындаушы әнші ағаларымыз бар. Соның бірі Күріш Тасболатов дейтін ағамыз осы әндерді жеткізген. Соның бір записін тыңдатайын студентке. Әнді жаңа записін тыңдадық енді. Бастапқы түскен кезде до нотасынан миге дейін созамыз ән. Байтабар барсаң сәлем-ай бос мойынға, бос мойын келіп кетсін-ау осы ойынға. Айтабар барсаң сәлем-ай бос мойынған, бос болсай келіп кетсін-ой бос ойынған-ай. Патшайым белден салған-ай құс төсек бар жатады-ай қандай жігіт ол сол қойынған-ай. Жалпы енді бұл әннің шумақтары көп. Көп әндерде жаңағы қара өлең сияқты әндерде кездеседі, бір-біріне қайталанатын шумақтар.
бірақ енді қазіргі бізге жетіп отқан осы 4-5 жұмақ ғана.